Сәлем достар, бүгін өте әдемі болып шығатын әрі өте нәзік десерт капкейки дайындап үйренетін боламыз. Осы рецептпен жасасаңыз, сіздің кекстарыңыз жұп-жұмсақ болып шығатын болады. Ол үшін қажетті заттар: қант, сары май, жұмыртқа, сүт, ұн, қопсытқыш және ванилин. Ең алдымен ыдысқа жұмсақ бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз және де қантты оған қосып, екеуін жақсылап миксермен араластырамыз. Яғни қант пен сары май араласқан кезде қант еритіндей болып жұмсақ массаға айналуы қажет. Содан кейін барып жұмыртқаны қосамыз. Жұмыртқаны бір-бірден қосамыз. Яғни екі жұмыртқаны бірден емес, бірінші бір жұмыртқаны салып жақсылап миксермен араластырып аламыз. Содан кейін екінші жұмыртқаны салып, оны да миксермен араластырамыз және де ванилинді қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Содан соң қамыр қопсытқышты ұнға қосып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ұн мен қамыр қопсытқыш араластырылған массаны аламыз да, оны ситодан өткізе отырып, жаңағы жұмыртқалы сары майлы массамызға қосамыз. Және де барлығын жақсылап миксермен бір араластырып аламыз. Содан кейін оған сүтті қосамыз және де тағы да бір араластырамыз. Кекстерге арналған массамыз дайын болды. Оның қоюлығы осы видеодағыдай болуы қажет. Содан кейін кекстерге арналған осындай темір формаңыз болса, соны дайындап аламыз. Содан кейін оның үстіне кекстерге арналған капсула, яғни қағаздарды осылай орналастырамыз да, үстіне жаңағы массамызды құямыз. Яғни массаны салған кезде бір ас қасықтан саламыз. Осы қағаздарды қатты толтырудың қажеті жоқ, тек жартылай болуы қажет. Содан соң осы кекстерді 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Содан кейін масса бізде артылып қалады. Соны тағы да бөліп пісіріп алсаңыз болады, немесе мен секілді какао қосып, оны шоколадты кекстерге айналдырып, тағы да 12 штук шоколадты кекс дайындауыңызға болады. Мінекей барлығын араластырдық, массамыз дайын. Оны да содан кейін осылай формаларға жақсылап орналастырамыз бір ас қасықтан, яғни қатты толмауы қажет. Кекстер пісіп дайын болды. Мінекей бұл алғашқы 12 кекс осындай өте жұмсақ әрі нәп-нәзік болып шығады. Және де какао қосылған шоколадты кекстер де дайын. Олар да сондай жұмсақ, нәзік болып шықты. Осы рецептпен жасасаңыз, барлығы 24 штук кекске жетеді. Одан кейін кремін дайындаймыз. Ол үшін қажетті заттар: қант, творожный сыр және де сливки. Ең алдымен ыдысымызға, таза ыдысқа салқын сливкиді және де салқын творожный сырды және қантты салып, барлығын жақсылап миксермен араластырамыз. Бірнеше минут бойы осылай жақсылап араластырамыз. Мінекей крем дайын болды. Осындай қоюлықта болуы қажет. Содан кейін осы кремді орналастыру үшін осындай арнайы пакетикті дайындап аламыз. Оны ыңғайлы бір ыдысқа саламыз және де осындай насадканы дайындаймыз да, оны да пакетиктің ішіне саламыз. Содан кейін креммен пакетикті толтырамыз. Содан соң ыдыстан пакетикті босатып, оны аламыз да, оның басын кесіп тастаймыз. Яғни пакетиктің басы кремге ашық болу үшін осылай оны қайшымен кесіп алып тастаймыз. Содан кейін кекстер суып дайын болды. Олардың бетіне кремдерді орналастырып жаға берсеңіз болады. Кекстерге ыстық күйінде крем жағуға болмайды, яғни суығаннан кейін барып жағуымыз қажет. Мен осындай екі түрімен жағып көрсетемін. Біріншісі ол шетінен бастап ортасына қарай осылай әдемі етіп толтырып, үстінде томпайтып жібересіз. Ал екіншісі ортасынан бастап керісінше шетіне дейін осындай роза секілді етіп әдемілеп жақсаңыз болады. Содан соң қалауыңызша кекстерді әдемілесеңіз болады. Мен ол үшін посыпка және де шоколадтарды қолданып әдеміледім. Сіздерге видео түсінікті деп ойлаймын. Ұнаса міндетті түрде осы рецептпен дайындауға кеңес беремін. Баршаңызға сәттілік.